Сәлем баршаңызға. Сіздерге асқабақтың адам өміріне тигізетін пайдасын айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерін пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптеп пайдалануы керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүктілік кезінде де қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды, әрі сәбиге де пайдалы. Асқабақ шырынын қабылдау суық мезгілге пайдасын тигізеді. Тұмау мен өкпе ауруынан зардап шексеңіз, асқабақ шырынын ішіңіз. Асқабақ дәнінің құрамында цинк пен белок жеткілікті. Олар асқазан мен ішек, сонымен бірге бауыр ауруларымен күресуге көп көмегін береді. Егер сіз тері түлеуіне немесе тері ауруларына жиі тап болсаңыз, асқабақты қолданысқа енгізіңіз. Асқабақ ең төмен калоридті көкөністердің санатына кіреді. Оның энергетикалық құндылығы 100 граммда 26 килокалорий болып келеді. Сондай-ақ асқабақтың құрамында холестерин де, майлы ферменттер де кезікпейді. Аталған көкөніс холестерин деңгейін бақылап, артық салмақпен арылғысы келетіндерге диеталық азық ретінде ұсынылады. Ада-арумені адам терісінің толыққанды демалуын қамтамасыз ететін табиғи антиоксидант болып келеді. Ол сонымен қатар көздің көру сапасын тұрақты қалыпта ұстауға көмектеседі. Ғылыми тәжірибелердің нәтижесі көрсеткендей, ада-арумениге бай көкөністер өкпе мен тыныс жолдарында пайда болатын қатерлі ісіктің пайда болуынан қорғай алатын белгілі бір қорғанышты қабатты құруға көмектеседі. Асқабақтың құрамында альфа және бета каротин, криптоксидант, лютеин және зеаксантин секілді табиғи полифенолды окситоциндар бар. Каротиндер көбіне ада-аруменің ағзасында қалыптасады. Зеаксантин көзде болатын сары дақтар құрамында ультракүргін сәулелерді тазалайтын табиғи антиоксидант болып табылады. Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйімізден табылатын асқабақты бәріміз де жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға ыңғайлы дәнді дақылдардың бірі. Тек қана сыртқы қабығы бүлінбесе болғаны, ал шіріген не көгерген жерлері болса, ондай тұстарын алып тастап, дәнінен тазалап, пайдаға асыра беруге болады. Ал қалған артық бөлігін тоңазғышқа, полиэтиленді пакетке орап салуға болады. Ол ешқандай өз дәмін жоғалтпайды. Асқабақтың құрамында темір өте көп, сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті, және В, С, Д, Е, Р және сирек кездесетін Т дәрумені бар. Ал құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үкіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытқа байлап қою керек. Асқабақ жүрек, бүйрек ауруларына және іш қату кезінде өттің қабынуында жақсы ем болады. Сол себепті дәрігерлер де асқабақтан жасалған тағамдарды көбірек жеуге кеңес береді. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап, иммунитетті көтереді, әрі адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Оны сиыр етімен қосып дайындаса, керемет тағам болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет-жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақ кездесетін майда талшықтар іш қатуды болдырмай, қатерлі ісік ауруына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және В дәрумендері адам денесінен жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Асқабақ тәрізді көкөністер фолат, никотинді қышқыл, пиридоксин, тиамин және патотенді қышқыл секілді В дәрумендеріне өте бай. Оған қоса мыс, кальций, калий, фосфор элементтері
қажет ететін адам ағзасында асқабақ тұтынған пайдалы болып есептеледі. Асқабақ дәнінің тағы қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. К және Т дәрумендерін басқа көкөністерде кездестіру қиындау. К дәрумендер тобы қанның қоюланып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жидек таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор, әсіресе қаназдыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақта сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырынын ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қалбыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес береді. Балалар үшін, яғни емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Сондықтан емшектегі сәбилер үшін асқабақ пайдалы әрі дәмді тағам. Асқабақ құрамында жасұнық, А дәрумені және пектинді заттар енеді. Асқабақтан пюре жасап қана қойма, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиеттерге бай, сондықтан тері ауруларын емдеуге де көп пайдаланылады. Қандай адамдарға асқабақ жеуге болмайды? Егер сіз А дәрумен қабылдап жүрсеңіз, асқабақты жеуге асықпаңыз. Артық дәрумен бауырды бүлдіріп, бүйрекке зиянын тигізіп, остеопорозға алып келуі мүмкін. Асқабақты жеген соң өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, теріңізде қызылдақтар пайда болса, қышысаңыз, көкөністерге деген аллергияңыз бар болуы ықтимал. Егер сіз құрамында лития бар дәрілерді ұзақ уақыттан бері ішіп жүрсеңіз, асқабақ дәрінің ағзаға сіңуіне кедергі келтіруі мүмкін. Қант диабетімен ауырсаңыз, асқабақты азырақ пайдаланыңыз. Себебі ол қандағы қант мөлшерін көбейтіп жібереді. Асқабақпен тез арықтауға болады. Асқабақтың 94% су. Бұл өте аз калория деген сөз. Яғни 100 грамм асқабақта 20 кал бар. Оның көбі жасұнық арқылы келеді. Ал жасұнық асқазан ішек жолдарын түсіп, суды сіңіріп, көлемін үлкейтіп, сізге ұзақ уақыт тоқтық сезімін сыйлайды. Сол себепті асқабақ аз калория қалайтын, ұзақ тоқ болып жүргісі келетіндерге таптырмас азық. Асқабақ сатып алу кезінде сыртын қолыңызбен сығындап көріңіз. Егер ағаштың сыртқы қабаты секілді қатты болса, ол нағыз піскен кезіндегі қалпы болады. Ұрылған немесе соғылған әрі жұмсақ болған асқабақты алмағаныңыз жөн. Піскен асқабақтар салқын жерде көпке дейін қалпында сақтай алады. Ал ашылған немесе кесілген асқабақты тек тоңазғышта оның өзінде де бірнеше күнге ғана сақтауға болады. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.